Жайсың. Апа қайда жиналдыңыз? Қайдасыңыз? Мына Түгеншеевтер Құран оқытып жатыр. Соған барамыз әкең екеуміз. Әдемі кетсің. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көкем қайда? Сәлден соң келеді. Диета ұстап жүрма. Диета ұстайтындар бәрінен бұрын дастарханның басында отыр. Әне. Әсел, есіңде болсын. Эфиопияда қарны бар жігіттер сымбатты болып естіледі екен. Онда Серік ағам екеуміз бірден Эфиопияға көшіп кетсеңіздерші. Серіктен нең бар? Серік? Әгүл жеңгем екеуі бақытты өмір сүріп жатқан адамдар ғой. Мен айтынар, мен барып, сол жақтан бір қыз алып келсем ба деген ойым бар. Мен емес, Айгүл бақытты ғой десе. Ойбай. Қайдағын айтасыңдар осы. Тыныш. Бұйырған күні осы жақтан ақ табылады. Ай, ол жаңағы Эфиопияңда жабайы тайпалар көп екен. Иә, шынымен ақ, бірақ сіздерді ұстап алса, бір тайпа, бір қыстан шығайын деп тұр ғой. Негізі, сіздер айтып отырған мемлекет жабайы емес, қазір дамыған. Тура біздің мемлекет сияқты екен ғой. Мен осыны бір жерден оқыған. Ал, қайырлы таң. Қайырлы таң, ата. Астарың дәмді болсын. Рахмет. Көге, не істеп келдіңіз? Ой, сендерге бір жаңа бата жаттап келдім. О, міне, ата, батаның уақытында келдіңіз. Ал, қолдарын жайын. Ей, тоқта шал. Мына балалармен бір кесе шайын ішіп алсайшы. Екеуміз қалып соңында шай ішеміз ғой. Батаны ұмыт қалмай тұрғанда бері жіберейін. Ал, беру. Құдайым оңдасын. Еш жамандық болмасын. Жолаушының бәріне Серік балам жол ашсын. Науқастардың барлығын Айгүл қызым қорғасын. Қиналған жанның бәрінде Берік балам қолдасын. Әселге бақ қонсын, Айдардың жолы болсын. Еркештің күнделігі 4 пен 5-ке толсын. Аумин. Аумин. Ал, абайлап жүріңдер, жолдарың болсын. Еркеш жүр. Жа, Эфиопияға деймін, қап. Эфиопия дейді ғой. Құрметке мекер. Шал, күшті батта жаттап алыпсың ғой. Жоға. Алақынға жазып алдым. Дай, шығармайтының жоғай болсын сен. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен тұңғыш ұлы Серік деген баласы бар. Ел арасын жалғаған айналайын келінен. Айгүлдей бір медбике ақ халатқа киінген. Күніменен, түніменен пайда көрем деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсел, ару қыздары жүрген риза болып. Ағайдардың үнемі ешкімменен шаруасы жоқ. Атасы мен апасының еркешей бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын сағды. Бұл отбасы бәленшейде. Не болды? Асқазаның ауырып тұр ма? Иә, ішті атпай жатыр. Жақпайтын бір нәрсе жегенсің ғой. Кеше не жеп едің өзі? Кеше 100 парақ құжаттармен 3 папка жылдық қорытынды қағаздарды жегем. Ей, не болды соншама қағаздарды жеп, адам құсап тамақ ішпейсіңдер ма? Енді кеше кеңсемізге салық комитетінен тексеру келген. Аяғысына жеуге тура келді. Түсінікті. 5 жыл бұрын орындалмаған тендердің қағаздарын бір күнде жеп қойдың дейсің ғой, ә? Оны қайдан біліп қойдыңыз? Тура осындай диагнозбен бүгін 5-ші адам сен келіп отырған. Не, қалаға тексеру келген ба? Жемесеңдерші. Құжаттарды ма? Жоқ. Жалпы. Жоқ, не үшін тоқтаттыңыз мені? Қандай ереже бұзғанды айтпадыңыз ғой. Қазір тауып алайын да. Ойбай. Мынаның ішінде бір әдемі іс шығып жатыр. Бәғанды ма? Шақ. Ха-ха-ха. Таған өрле. Қалайсың? Не? Сышты бай қарсыз. Ана мен жүр енді.
Болды, көріпсіз ғой. Сапсауым деймін. Қайдағы сапса бе? Қиселең етіп әрең өттің ғой. Ара, екі қолымды мұрныңа тегіші бүйтіп. Кім бұл жұмыс істейсіз? Футболшымын. Сен неменеге шереп атыр деп қоям? Ай, бала. Сол лақтырмай берсеңіз болмай ма? Қақпашы екенсің ғой, Сержант, кеттік. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ауданымыздың көркеюіне үлесін қосып жүрген аудан азаматтары мен аудан мақтаныштарына алғыс хат пен сыйлықтар тапсыруға рұқсат етіңіздер. Аудан әкімшілігінде ерен еңбек етіп, ауданымыздың көркеюіне үлкен үлесін қосқаны үшін Пәленшеев Берік марапатталады. Ауданымыздың көркеюіне үлесін қосқаны үшін ауданымыздың мақтанышы Пәленшеев Берік. Ауданымызда кешіріңіздер. Ауданымызда тек қана әкімшілік қызметкерлері ғана емес, әлеуметтік ауданның өсу өркендеуіне үлесін қосып жүрген тұрғындар, азаматтар мен азаматшаларға сыйлықтар тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ауданымыздың белсенді тұрғыны, әлеуметтік өмірге белсене қатысып жүрген көп балалы ана Пәленшеев Берік. Сен ұялмайсың бе? Не оқылды? Барлық марапатқа өзіңнің ат жөнің жазып қойыпсың. Кен? Кәз түсейм. Бір. Ауданымызға сіңген ерен еңбек үшін ауданымыздың сыйлы азаматы аудан әкімі марапатталады. Бәсе? Болды. Жақсы тартылдым, я? Кеше ғана 2 рет зорға тартылып едім ғой. Көрдің ба? Тренермен бірге істеген жаттығудың пайдасын? Я. Тренер барлығы сіздің арқаңыз ғой. Ертең енді 20-ға дейін тартылып тастайық. Ертеңге дейін салмағың азайса, көреміз. Не болды бауырым? Мен қызым сияқты кешіктім ғой. Тауарда келдің ба? Әлі тағы да сылтау айтуға келдің. Біз өз тарапымыздан бәрін орындадық. Келіскенде ақшаң дайын. Тауарды көрсет. Тұра тұрыңдар, іштен не айтып кеттіңдерсіңдер? Мен жай тамаға келдім, жей болмасаңдар суып қалады маған бәрі. Тексер жағын. Сенімен жұмыс істегені өте тиімді. Бұл біздің соңғы кездесуіміз емес деп сенемін. Жақсы онда. Ас болсын жігіттер. Жігіттер одан кейін айдалаға тапсырыс бермей, осы қаланың ішіне тапсырыс беріңдерші, жарай ма? Сөз. Жақсы. Я, не болды? Айта бер. Дәрігер, мен уже 5-ші рет келіп отырмын сізге. Ал денем болса әлі қыши береді. Сен мен берген дәрілерді қолданып жүрсің ба? Я олардың барлығын тауысып біттім. Мүлдем көмектеспейді. 10 флакон дәріні бір айда үстіңе жағып бітірдің ба сонда? Оны жауы көріп беді. Сен не оны ішіп жүрсің ба? Мені не үшін тоқтаттыңыз? Мен жол ережесін бұздым ба? Ал сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша, мен ешқандай жол ережесін бұзған жоқпын. Қаласаңыз, мен құжаттарымды көрсете аламын. Құжатсыз-ақ бәрі түсінікті. Сізге айыппұл толтырамыз, патрульдік көлікке қарай өтіңіз. Ағай, қайдағы айыппұл? Не үшін? Тым болмаса себебін айтсаңызшы. Ойбай, қарындас, сіз мені қағып кеттіңіз ғой, қарасаңызшы. Ой,
кешіріңіз, мен байқамай қалдым. Тым болмаса маған ұятыңыз болса бір көмектесіп жібересіз? Әрине, қазір. Ойбай, рахмет. Ойбай. Ойбай, аяғым. Ойбай. Сонымен қатар ауданымызда көп балалы аналар да аз емес. Ол әрине қуанышты жаңалық. Бүгін біз ауданымыздың мақтанышы 10 баланың анасы алтын құрсақты Бибігүл Рахым қызына алтын алқа төс белгісін таққалы жатырмыз. Ортаға келіңіздер, қошемет. Осында аналарды көріп сүйсінесің ғой. Нағыз үлгі болатындай ана екенсіз. 10 балаңыз болса да фигураңыз заттай боп. Некейіңіз сізге. Анам залда отыр еді, мен анамның орнына шыққан едім. Анаңыз залда отыр. Анамыз залда отыр екен. Нағыз әйелдің эталоны деп осы кісіні айтуға болады. 10 баласы бар анамыз. Мінекей, анаңызға бер жеріңіз. Ей! Басын істей ма сенің? Бауырым, 2 күн болды тамақ ішпегелі. Іштен бірден алып жейінші. Жай, жібер. Ой, рахмет, ер азамат екенсің. Оғаш. Мен мына іші дым жоқ қой? Енді ала өлеуің, ішінде бір тамақ салып жүреді деп ойлаппын. Бірінші адамдар тапсырыс береді, одан кейін барып салынады. Әлде бірін тамақ пайда болады деп ойласын ба? Ақыр тасып жүрген соң ішіне бірден салып жүрмейсің бе? Ой, маған ұрысқан ек. Ал кет та сумканы, керек емес. Ой, үмітіңді ақтамадым, ренжіме, мә бауырым. 1000 теңгеге тамақ ішіп жерсін өзі. Келесі жолы қайталанбасын. Жарайды болды, айып болмасын. Түсінмей қалмын өзім. Орны ұстап бердім де, өзім аяққа есіп қалдым ба, не болды? Ал, басымыз қосылып қалған екен. Құрдас, бір ай болса да үлкендігің бар. Баста. Өй, мынау, сенің үйінде қонақта отырған жоқпыз ба? Менің бастағаным ұят болады. Өзің баста. Қанша айтқанмен жолың үлкен. Қысылмай бастай бер. Өй, мына, Сәрсенбек отыр емес пе? Бұл бір жағынан саған құда ғой. Құданы құдайыңдай сыйла деген емес пе? Сәрсенбек туған бауырындай болып кеткен. Айтпай ма? Алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық деп. Сен баста. Менен де үлкен кісілер бар ғой. Солардың бірі бастасын. Қой ұят болады. Ешкімнен де ұят болмайды. Қысылмай бастай бер. Ай, онда ренжіп жүрмеңдер маған. Ал. Бастасам міне. 7 қарға. Айта бер. Дәрігер, менің досыма жедел көмек керек. Не болды оған? Оның ішінде қылыш кіріп кетті. Қалай? Толығымен, қылыш толығымен оның ішінде. Қанап жатыр ма? Жоға, қанап жатқан жоқ. Енді алып келмейсің ба досыңды? Досым міне отыр. Сөйлей алмайды. Бір көмектесіп жіберсеңіз. Жынды ма мынау? Қылыш жұтқан нес? Ой, алдында бір қызды қаратам деп жұтып алған ғой. Енді қарады ма қызы? Жоға, маған қарады ғой. Бірақ мен оған жұтқызған. Түсінікті. Онда былай болсын. Әй, сен
сен енді қылыш жұтта, түсіндің ба? А сен қылышты біреуге жұттыртушы болма. Қыз керек па? Өзің жұт. Сосын ана басыңды иіп жүрме. Аға лейтенант, пәленші сен құжаттарыңыз. Аға, мен жай ғана. Осындайларды қойыңдаршы, аға мен жай ғана демей. Құжатын бер. Аға, шынымен жай. Ей, құжатыңды бер дей маған айқайлай берме. Сен дейлердің даллайын көріп тыстаған мені. Жоқ, аға, сіз қателесіп отырсыз. Қалай қателесіп отырсың, қалай қателесіп отырсың? Сен де мені кінәлағайын деп отырсың ба? Әлде видеоға түсірейін деп отырсың ба? Жоқ, аға, мен тыңдасаңызшы. Қалай тыңдасайшы, қалай тыңдасайшы? Сен кімсің мен тыңдасатын? Әлде көкеңе сеніп отырсың ба? Аға, бұл машина рулі оң жағында, жүргізуші мен ар жағымда отыр. Мен жолаушымын тек. Бірден солай айтпайсың ба? Сен неменің аржында болсың, әке бір құжатыңды. Осы біздің айтуға бар ғой. Қорғал жинадағы бала ұқсайды, Оңбағандар, жек сұрындар. Мен білгем жейтіндеріңді. Тым болмасана халықтың жағдайын ойламайсыңдар ма? Жегеннен басқа бірдеңе білесіңдер ма? Не деген тойымсыздық? Қанағат деген болу керек қой. Жей бересіңдер, жей бересіңдер. Өздерің шаршамадыңдар ма? Әпше... Қашан қойасыңдар жегеніңдеріңді? Әпше, неғса бізде әбеттің уақытысы, былайша айтқанда түскі ас бірден екіге дейін заңды түрде тамақ ішетін уақытымыз түскі астан кейін келесіз бе? Жарайды. Сағат 2-де келем. Ас болсын. Рахмет. Тренер, мына жаттығулардың маған түк те пайдасы жоқ. Неге? Өйткені мен болашақ келінмін. Ал бұл жаттығулардың келіндікке ешқандай байланысы жоқ қой. Болашақ келіндерге байланысты жаттығу керек па? Иә. Ал, ұста, болашақ келіндерге байланысты жаттығуымызды бастаймыз. Еңкейеміз, көтерілеміз. Еңкейеміз, көтерілеміз. Бұның келіндікке қандай қатысы бар? Қара. Сәлем бердік. Сәлем бердік. Кеттім. Сәлем бердік. Сәлем бердік. Бұл енді оңтүстікше сәлем беру. Ал енді батысша. Оң аяқты алға қоямыз. Сол аяқты артқа қоямыз. Дұрыс па? Иә, сәлем бердік. Сәлем бердік. Жоқ, сәлем бердік емес. Қара. Сәлем бердік. Сәлем бердік. Сәлем бердік. Бақыт бол. Сәлем бердік. Бақыт бол. Сәлем бердік. Саламатсыз? Саламатсыз ба? Сіз ба тапсырыс берген? Иә, алып келдіңіз бе? Иә, алып келдім. Алып келгенде мен негізінде бұндай тапсырыстарды қабылдамайды едім ше. Бірақ ақшасы да жақсы болғаннан кейін қабылдай салдым да. Иә, болып беріңізші. Балаңызды алып келдім, балабақшадан. Тәрбиеші айтады, ертерек келсін дейді. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қалқосынан түсіп сол кезде. Қыздар-ау. Осылай отыра береміз бе бір әудейікті андасында кездескенде? Соны айтам? Әудемейтін қазақ жоқ. Ән айтсаңдаршы. Баста қандай ән айтамыз? Өңкөй қоңырат жиналып қалған екенбіз. Қоңыраттың әнін айтайық та? Тоқта. Наймандардың әнін айтайықшы. Ендеше, Найманның да қоңыраттың да әнін айтпаймыз, арғынның әнін айтайық. Ойдай! Бастаңдар, қыздар. Кім бастайды, ал? Шапалаққа ұрып қаскенен, атқандай болдым мен қаскенен, көріп сенің сұлу көздеріңді, келіп қалармын
Иә? Дәрігер, мен аяғым ауыр. Ой, құтты болсын. Ұл ма қыз ба? Ұл болады деді. Көтергеніңе қанша апта болды? Бүгін бірінші күн. Бірінші күн? Иә. Ой, қызығай. Егер бірінші күн болса көтергенің, оның ұл екенін қайдан біліп отырсың? Маған көріп келеді солай. Көріп келеді ма? Онда сен көріп келге қайтып бар. Неге? Енді сол УЗИ-ге түсірсін, сол қарасын. Ақыры бәрін біледі екен ғой. Пәленжиіп серік құжаттарыңыз. Шеке, өзіңіз ой, кете берейін. Бол, жүре бер. Аға лейтенант пәленжиіп серік құжат. Шеке, не болды, алмай қалдыңыз ба? Бол, жүре бер. Аға лейтенант пәленжиіп серік құжаттарыңыз. Шеке, аспамамайсың. Өзіңіз ой, кете берейін. Уалейкум ассалам. Сен осымен үшінші рет қой, өзімізді кете бересің. Кімсің сен? Мен бастығымсың ба? Жоқ әлде бастықтың туысқансың ба? Әлде мен әріптесімсің ба? Менің туысқанымсың ба? Қазақпыз ғой. Сен қуады екенсің ғой, қазақпыз. Әкел құжатыңды бер. Өзіңіз ой. Білем өзің екенін. Бірақ тәртіпті түзеу үшін өзіңнен бастау керек. Әкел құжатыңды. Сәлеметсіз бе? Аудан әкімінің орынбасары сіз бе? Шүкір, мен. Мен осы ауданның тұрғынымын. Қандай бақытты жансыз? Мен сізге шағымдануға кеттім. Тыңдап тұрмай айта беріңіз. Мен үйім жанында үлкен үйдің құрылысы жүріп жатыр. Азаннан кешке дейін жұмыс болып жатыр. Миды ашытып, кәдімгідей ұйқы бермей жатыр. Осыған бір шешіп беріңізші проблеманы. Уайымдамаңыз. Сіздің мәселеңізді шешеміз. Мінекей, көрдіңіз бе? Бұл не нәрсе? Бұл көмектеспейді ғой? Қалай көмектеспейді? Сізге көмектеспейтін шығар, маған көмектеседі. Айта беріңіз. Айта беріңіз деймін. Не дейсіз? Апа. Ойбай, не болды? Ой, құлыным, не болды соғын? Ой, құдай құлдым. Дәубасы менің. Жылайым екен. Ер азамат деген жылайым екен. Сөйлкен жігіт болдың. Мына бастың іші толған ақыл, мый. Ой, жаным, ау сол. Еркентай, жылай берсең, анам миың жоғалып кетеді, білесің ба сен? Кәне, айтшы маған, не болды саған? Мен мектептегілердің бәрі дәубасы мазақтай береді. Ей, олардың өздерінің басы кішкентай, милары да аз. Сен олардың сөзіне көңіл бөлме, балапан. Одан да айт былай, сендердің бастарың кішкентай, миларың аз де, ал менің басым үлкен, миым да көп де. Міне, солай мақтан. Ой, қожамбас, не қып жылап тұрсың? Апа. Сен осы баламен қалай сөйлесесің, Ой, бұл енді... Дәуас, маған көмектесші. Апа. Барыңдар, баламның мазасын ала бермей. Бар. Құлын жағым солын. Жылама. Әжесінің баласына сыйлығы бар. Қазір. Та-та-та-та. Мәне. Бұл қалай болды? Мен саған ең үлкен алып едім ғой. Болды. Ертең ауыстырып берем. Кім не жегені көрегенді? 4 самсаны кім жеген? Мен. Пицца. Мен. Сорпа. Мен. Бастыға кім тапсырыс берген? Мен ғой. Торт, хачапури. Сен ба? Мен. Ал шайды кім ішкен? Мен іштім. Салат пен қуырдақ, қасел бәрін сен жедің ба? Я. Есеп 21 мың болды. 7.000 теңгеден төлепсек, қыздар.
өзің төле. Көке қалай барып келдіңіздер? Айтатын жоқ. Біраз демалып қалдым. Әйтпесе мына шешелеріңмен үйден шықпаймыз. Қазірдің өзінде осы көшеден ары шықпадыңыз ба? Құрдастарыңызды көріп бір арқа ажарға болып қалған шығарса? Ой, құрдас дейтін құрдас та жоқ екен өзі. Бәрі менен 1-2 жас кіші. Братишкелер ғой. Кезінде суға жұмсаған балалар ғой десеңші. Дима апа қалай рахаттанып қалдыңыздар ма? Ой, қайдағы. Үйде отырып әбден үйреніп қаппыз. Шаршап қалдым осының өзіне. Бірақ осылай енді жиі кездесіп тұрғандарыңыз дұрыс қой, құрдастарыңыз ғой. Оғансыз да жиі жолығатын болдық. Ой, айтпақшы Берікжан, сен ертең жұмыста бол. Не болып қалды? Әкімшілікке барамыз. Айтатын біраз шағым бар екен. Қазір айда өзіңші? Қазір айтсам, таяқ жеп қалуың мүмкін ғой. Үйде сен менің баламсың. Ал жұмыста сен әкімнің орынбасарысың. Ой, шынымен, әлде қазір айта берейін ба? Ертең таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін қабылдауымда күтемін сізді. Ата қазір айта бересіз, Берік ағам таяқ жемегелі біраз болды.